Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы бойынша қазақ әдебиеті пәнінен 5-ші сыныптағы шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтау, оқу мақсатын іске асыру жолдарының біріне арналған бейнеролик ұсынамыз. Бұл оқу мақсаты көлемді болғандықтан, оны екі бөлікке бөліп ұсынуға болады. Мысалы, бір сабақта теңеу, эпитет, анафора мен эпифораны, ауыспалы мағынадағы сөздерді қарастыратын болсақ, келесі сабақта өлеңнің құрылысын қарастыруға болады. Қазір біз шығармадағы теңеу, эпитет, анафора мен эпифора, ауыспалы мағынадағы сөздердің мағынасын анықтауға ұйымдастырылатын сабақ мазмұнын Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» өлеңін оқу негізінде қарастырып көрейік. Басында сабақты болжау мақсатында оқушыларға екі сурет ұсынуға болады. Бірі ақ қара түсті, екіншісі түрлі түсті. Әр суретке лайықты сөйлемдер беріледі. Оқушылар осы екі суретті берілген сөйлемдермен салыстырады. Балалар, қалай ойлайсыздар? Қай сурет әсерлі? Неге? Өлең жолдарын қай суретпен сәйкестірендер едіңіздер? Неге? Мұғалім осындай сарындағы сұрақтар арқылы әрбір адам өз ой сезімін басқаларға білдіру үшін барынша көркем сөздерді қолдануға тырысады. Ол табиғи нәрсе. Сондықтан оны түсіну, білу әр адамның өзі үшін керек деген түйінге әкелуге болады. Сабақта не туралы өтетін болжап болған соң, оқушылар сабақтың тақырыбы мен оқу мақсатымен танысады. Оқу мақсаты оқушылар тіліне бейімделіп берілуі тиіс. Мысалы, балалар, бүгін біз сабақта суреттеу құралдары теңеу мен эпитеттің, анафора мен эпифораның, ауыспалы мағынадағы сөздердің мағынасын білеміз. Шығармада қолданған теңеу, эпитет, анафора мен эпифораны, ауыспалы мағынадағы сөздерді анықтаймыз. Сабақтың мақсатын хабарлағаннан кейін суреттеу құралдары теңеу мен эпитетті, анафора мен эпифораны біліп түсінуге бағытталған топтық тапсырма орындауға ұсынамын. Сынып мүмкіндігінше 4 оқушыдан аспайтын бірнеше топқа бөлінеді. Әр топқа теңеу, эпитет, анафора мен эпифора, ауыспалы мағынадағы сөздер туралы көлемі шағын теориялық анықтама беріледі. Оқушылар топ ішінде осы анықтамалармен танысып, өзара талқылайды. Содан кейін оқушыларға Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас» өлеңі оқуға беріледі. Өлең мәтінін бүкіл сынып оқушыларына дауыстатып, кезек-кезек оқытуға болады. Жеке мәнерлетіп оқыту топпен оқытуға жалғасады. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушылар өлең сөздерін жадында сақтауға жақсы әсер етеді. Оқып болғаннан кейін оқушыларға келесі тапсырма ұсынылады. Бірінші, өлең жолдарындағы көркем сөздердегі төмендегі кесте бойынша талдау жаса. Екінші, көркем құралдары қолданудағы автор мақсатын түсіндір. Өлеңнің идеясымен байланыстыр. Бұл тапсырма ауыспалы мағынадағы сөздер, эпитет қайталауға талдау арқылы өлең мазмұнын түсінуге арналады. Тапсырманы орындау әдісі топтық, жұптық жұмыс түрлері. Содан кейін оқушылардың жауаптар тыңдалады. Мысалы, бұл өлеңде эпитет қолданған. Оған жырда мынандай дәлел бар. Бадана көз, тоғыз тор. Автор оны сауыттың ерекшелігін көрсету үшін қолданып тұр. Нағыз ер азаматқа тән сауыт екендігін көрсеткісі келді. Жауаптарды оқушылар жұптасып талқылайды, бір-біріне кері байланыс береді. Бұл жұмыс түрінен кейін оқушылар қайта топқа жиналып, ойларын жинақтайды. Мұғалім әр топқа теңеу, эпитет, қайталау, ауыспалы мағынадағы сөздер туралы постер дайындауға тапсырма береді. Мысалы, бірінші топ теңеу туралы постер дайындайды, екінші топ эпитет туралы, үшінші топ қайталау тәсілдеріне, ал төртінші топ ауыспалы мағынадағы сөздер туралы. Барлық постерге қойылатын басты критерийлер шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының бірін таныстыру, мысал келтіру, ол не үшін қолданылатын туралы айту. Сабақ соңында оқушылар бір-бірін бағалайды, кері байланыс жасайды. Назарларыңызға рахмет.